Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін медовик тортының рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Егер де қызық болса, осындай дәмді әрі жұмсақ тортты дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Бүгін бізде бал қосылған торт болады, медовик. Соған біз жұмыртқа мен қант қосып араластырып алдық, бал. Енді үй температурасында тұрған сары майды қосатын боламыз. Майымызды қосып араластырып алдық. Енді ас содаға уксус қосып қамырымызға қосатын боламыз. Массамыз осындай болды. Енді ұн қосып қамыр елейтін боламыз. Жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырды елегенде, достар, мен бүкіл ұнды салмаймын. Рет-ретімен аздап қосып, астынан үстіне қарай ақырын ғана араластырып аламыз. Нанымыз тығыз болып қалмайды сол кезде. Қамырымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ. Енді оны мұздатқышқа салып қоямыз. Сол кезде тезірек бізде суып, содан ары қарай пісіретін боламыз. Ал енді қамырымыз осылай дайын болды. Тоңазытқыштан шығардым. 6 бірдей бөлікке бөліп, енді жайып пісіріп алатын боламыз. Осылай жүп-жүп қағылдырып жайып алдық. 1 миллиметрдей шығар қалыңдығы. 1 миллиметр. Ол тағы да пешке салғаннан кейін көтерілетін болады. Корждарымызды осылай дайындап қойдық. Енді крем жағып, бірінші пропитка жағамыз. Қалаған сироптарыңызды, немесе варенье қосылған сироп болама, өз қалауыңызша жағуыңызға болады. Қант қосылған сироп та болуы мүмкін ол. Содан кейін крем жағып дайындаймыз. Осылай бір-бірден енді кремімізді жағатын боламыз. Менде сгущенка мен сары май араластырып, ең жақсы крем сияқты менің ойымша, маған өзіме өте қатты ұнайды. Жағып, сыртын әдемілеп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Содан соң жей беруге болады. Өте тез дайын болады. Мінеки достар, осындай тортымыз әдемі, биік болып шықты. Менде диаметрі 26 сантиметр. Осындай. Өте дәмді. Біраз тұрған соң жүп-жұмсақ болып. Негізі қазірде жеуге болады. Бірақ біраз тұрған соң өте жұмсақ, дәмді болып шыға келеді. Жасап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Өте көп рецепттер шығатын болады әлі алда.
жасап көріңіздер, өте оңай рецепт. Барлығыңызда бірден шығатынына мен сенімдімін. Өйткені бұл рецепт арқылы мен пісіріп жүргеніме 5 жылдан асты.